Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл видео Market Structure Shift туралы болады. Market Structure Shift өте маңызды, себебі ол нарық құрылымының бычыдан медвежьеға немесе медвежьден бычыге ауысқан жерін көрсетеді бізге. Сонымен қоса бұл видеода ең алдымен displacement тақырыбын қарастыратын боламыз. Және оны түсіну осы Market Structure Shift-ті дұрысырақ анықтауға көмектеседі. Displacement дегеніміз не? Displacement бұл бағаның өте агрессивті, күшті, қуатты қозғалысы болып саналады. Яғни үлкен, толық денелі объемный свечалармен болатын қозғалыс. Ол бір ғана үлкен свеча болуы мүмкін, немесе бірнеше свечалардан құралуы мүмкін. Displacement'ті қалай оңай анықтаймыз? Ең оңай тәсілі fair value gap іздеу, яғни имбаланс іздеу. Қай жерде имбаланс пайда болса, сол жерде displacement болған деген сөз. Displacement'ті манағы ережелерге сүйене отырып, графиктен анықтап көрейік. Мысалға, осы жердегі қозғалысқа қарайтын болсақ, ешқандай да displacement'ті байқап тұрған жоқпыз. Себебі ешқандай бос кеңістік, яғни имбаланстар жоқ, және объемный свечаларды көріп тұрған жоқпыз. Баға өте әлсіз. Шамдардың денесіне қарағанда фитильдері өзінен ұзын болып қалыптасқан, сондықтан бұл аймақта displacement жоқ деген сөз. Бұл свечадан да ондайды байқап тұрған жоқпыз. Мына шамға қарайтын болсақ, өзінің артындағылардан ерекше, яғни бұның денесі үлкен объемный свеча. Сондықтан бұл displacement болып саналады. Сонымен қоса, оның арасында осындай бос орын бар, яғни имбаланс бар. Сондықтан бұл аймақты толығымен displacement деп айта аламыз. Жаңа айттым, displacement тек бір шамнан тұрмайды дедім. Ол бірнеше үлкен шамдардан да қалыптасуы ықтимал. Мына жерде жаңа имбаланс зонасын қалыптастырған болатын. Әзірге displacement байқап тұрған жоқпыз. Баға төмен кетіп бара жатыр. Тағы да консолидацияға ұқсас әлсіз қозғалысты байқап тұрмыз. Мына жерден жаңа бір displacement зонасын байқауға болады. Оған себеп, мынаның арасында имбаланс бар. Мұнда да имбаланс қалыптасты. Бізде әзірге order flow мана нисходящий, яғни медвежий болған, енді бычыға ауысты. Оны осы жердегі displacementтерден байқауға болады. Мына жерде қысқа ғана имбаланстар пайда болып жатқан көріп тұрмыз. Бұл да displacement зонасы болып саналады. Тағы да бір бос кеңістік. Сонымен қоса, өзінің артындағы осы жақтағы имбаланстарды бұзып жатқанын көріп тұрмыз. Order flow бізде қазір медвежий, оның алдында бычий болған еді. Төменге қарай бірнеше объемный шамдарды көріп тұрмыз. Displacement, мына жерде тағы бір имбаланс. Мына аймақта тағы бір имбаланс, себебі объемный шамдар және олардың арасында имбаланс зоналары бар. Бұл аймақта да displacement. Енді қарсы бағытта имбаланс зонасын бычий свеча бұзып өткен болатын. Егер артына тағы имбаланстар қалдырып displacement жасайтын болса, онда біздің order flow нисходящийдан, яғни медвежьден бычыге ауысайын деп жатыр деген сөз болып саналады. Объемный шамдарды көріп тұрмыз. Имбаланстарды байқамасақ та, бұл сонда да displacement болып санала береді, себебі шамдардың денелерін қарайтын болсақ, өте объемный. Бұл order flow-дың ауысқанын білдіреді, яғни нисходящийдан восходящийға. Market Structure Shift деген не? Бұл нарықтағы трендтің, яғни бағыттың ауысқанын көрсететін белгі. Яғни бычыдан медвежьеға немесе медвежьден бычыға. Market Structure Shift пайда болған сәттен бастап, нарық бұрынғы бағытын емес, жаңа тренд бастап жатқанын көрсетеді. Мысалы, баға дәл осы жағдайда бычий трендта келе жатты, яғни баға өсіп келе жатты, сонымен қоса откат жасаған болатын. Откаттан кейін біз жаңа бір displacement қозғалысын көруіміз керек еді. Бірақ өкінішке орай баға ондай қуатты қозғалыс жасай алған жоқ. Тек қана өзінің артындағы осы максимумдағы ликвидностьтарды шешті, осы жерге тек қана свип жасады.
сосын ғана барып төменгі жақтағы swing low нүктесіне ғана displacement жасап бұзып өткен болатын. Яғни өзінің артына имбаланстар қалдырды. Бұл бізде трендтің бычидан медвежьеға ауысу мысалы. Яғни дәл осы минимумды бұзып өткеннен кейін бізде market structure shift болған еді. Бұл мысалымызда баға бычи order flow бойынша келе жатқанын көріп тұрмыз. Және бізге трендтің өзгеруін анықтау керек, яғни бычидан медвежьеға. Ол үшін біз бірнеше ережелерге сүйене отырып market structure shift-ті анықтаймыз. Біріншіден баға мына жердегі ликвидностьқа свей жасағанын көріп тұрмыз. Және келесі біздің маңызды деңгей ол осы swing low нүктесі. Егер баға трендті өзгертетін болса, онда осы минимумға displacement жасап, баға төменге қарай бағыт алу керек. Сол кезде біз трендтің өзгергенін растай аламыз. Әзірге бұл жерден ешқандай displacement көріп тұрған жоқпыз, себебі баға мына минимумнан төмен түсіп, бұзып өте алмады. Тек қана мына жерде сейв жасап, ликвидностьті шешу болып жатыр. Енді бақылайық, баға кері бұрылып, тағы да displacement жасайды ма екен. Жоқ, өкінішке орай баға жоғары қарай displacement жасағанын көріп тұрмыз. Себебі объемный және мына жерде имбаланс қалдырған болады. Сондықтан бізде мына жерде тренд өзгерген жоқ, жай ғана ликвидность шешу болған екен. Енді келесі бізге баға осы ликвидностьқа свейп жасап, төменге қарай тағы да displacement жасағанын күтеміз. Ликвидностьті әзірге шешкен жоқ, сондықтан осы ликвидностьті шешкенін күтеміз. Мінекей, баға равный максимумдарды қалдырып кетті, және соны қайта келіп шешкен болатын, және мына жерде свипті көріп тұрмыз. Баға тек қана ликвидностьтарды шешіп, осы линияның диапазонында жабылған болатын. Баға дәл осы минимумды бұзып өтуі қажет. Олай жасай алмады, жоғары қарай displacement жасап кеткенін көріп тұрмыз. Мұнда баға өзінің артындағы ликвидностьтарды шешіп жатыр. Егер төменге қарай displacement жасайтын болса, осы жерден құрылым өзгереді деген сөз. Баға мына максимумды қайта барып жаңартты, және осы жерге свей жасаған болатын, және мына жерде displacemenттің жаңа белгілерін көріп тұрмыз. Яғни объемный свечаны байқап тұрмыз. Бұл order flow-дың, яғни трендтің ауысуы болу мүмкіндігін белгілі береді. Ары қарай баға осы минимумды бұзып өткенін күтейік. Мінекей, нағыз displacementті осы жерден байқауға болады. Себебі өте үлкен объемный свечалар және артында имбаланс зонасы бар. Сонымен қоса бұл толығымен бағыттың, яғни market structure shift-тің құрылымның өзгергенін растайды. Тағы да ең маңызды ереже, баға market structure shift жасаудан алдын, яғни құрылымды өзгертуден алдын, міндетті түрде HTF-тегі маңызды бір деңгейден реакция алып барып қана құрылымды өзгерту керек. Мысалы, ордер блок немесе кез келген максимумдар мен минимумдарға, немесе премиум дискаунт зоналарына тиіп, сол жерден реакция алып, содан кейін барып қана құрылымды өзгерту керек. Ал егер HTF-тегі маңызды аймаққа ешқандай тест болмаса, реакция болмаса, онда market structure shift болса да, яғни нарық құрылымы өзгеріп тұрса да, мүлде сетап іздемейміз. Бұл мысалда мен HTF таймфреймін пайдаланып, сол жақтан бір зонаны белгілеп, кейін кіші таймфреймге өтіп, сол жақтан market structure shift-ті анықтайтын боламыз. Соңғы рет бізде displacement ол осы екі свеча аралығында болған. Өйткені екі объемный свеча, сонымен қоса екі имбаланс зонасын көріп тұрмыз. Кейін бұл екеуінің қайсысы жақсы жұмыс жасайтынын анықтау үшін бізге дискаунт және премиум зонасын сызып алу керек. Сонымен қоса OTE зонасында сызсақ болады. OTE зонасы бізге үстіңгі бөлікте орналасқан fair value gap, яғни имбаланс зонасын көрсетіп тұр. Және ол да премиум зонасында орналасқан. Сондықтан астыңғы жақтағы имбалансты алып тастаймыз. Кейін осы зонаны HTF-тегі маңызды аймақ ретінде қарастырамыз кіші таймфреймде. Біз күндік таймфреймнен бір сағаттық кіші таймфреймге өткен болатынбыз. Және осы жақтан market structure shift іздейтін боламыз. Әзірге бізде order flow бычи бұл жақта. Себебі объемный свечалар бар және арттарында имбаланс зоналарын байқауға болады. Баға біздің зонамызға келіп жетті маңызды аймаққа, және осы жақтағы реакцияға назар аударамыз.
егер баға осы жерден реакция беріп төменгі жаққа қарай, яғни осы минимумға қарай дисплейсмент жасайтын болса, артына имбаланстар қалдырып, онда біз шортқа қарай позиция аша беруімізге болады. Ал егер дисплейсмент болмайтын болса, жай ғана ликвидность шешу мақсатында болса, онда ешқандай да позиция ашпаймыз, точка входа іздемейміз. Неке байқап отырғандарыңыздай, баға төменгі жаққа қарай дисплейсмент жасап, дәл осы минимумды бұзып өткен болатын. Бұл бізге market structure shift болған, яғни нарықтың бағыты өзгергенін растайды. Өйткені баға өзінің артына имбаланстар қалдырған болатын. Яки тағы бір имбаланс зонасын қалдырды. Осыдан реакция алды, біріншісінен алғашқысынан, кейін тағы да бір дисплейсмент фазасына өтіп жатқанын көріп тұрмыз. Тағы да имбаланс зонасы. Біздің цель осы аймақта. Неке баға біздің жоғарыда қалып кеткен имбаланс зонасына келіп тест жасағанын көріп тұрмыз. Бұл жақтан да баға премиум зонасындағы OTE зонаның золотая серединасына келіп тест жасады, және имбаланстан реакция алып, төменге қарай кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Неке төменге қарай дисплейсмент жасады. Бұл мысалымызда бағаның тенденциясы төмен бағытталған, сондықтан market structure shift'ті төменге қарай іздейтін боламыз. Бізде баға соңғы рет откат, содан кейін импульс жасаған екен. Енді біз мына жерден дискаунт премиум зоналарын сызамыз. Және премиум зонасында бізде мына зонада имбаланс бар. Сонымен қоса мына аймақ толығымен имбаланс зонасы бар екен. Яғни осы екеуінен бағаның реакция алғанын күтеміз. Егер мынадан немесе мынадан market structure shift жасайтын болса, шортқа позиция кіруге болады. Сонымен қоса OTE зонаны да сызып қоямыз. OTE зона бізде осы екі имбалансты да көрсетіп тұр. Баға мүмкін осы золотая серединадан реакция алады. Мына жағдайда бізде мына минимумды баға бұзды, бірақ сыртында жабыла алмай тұр, және ешқандай дисплейсментті байқап тұрған жоқпыз, яғни объемный свечаларды төмен бағытталған. Сондықтан бұл жерде біз тренд өзгерді деп әзірге шешім шығара алмаймыз. Егер баға осылайынан төменге қарай дисплейсмент жасайтын болса, онда шорт позиция, яғни точка входа іздеп көруге болады. Неке мына жерде тек қана стоптарды шешіп, яғни ликвидностьтермен жұмыс жасап, мына имбаланстан реакция алып жатқанын көріп тұрмыз. Баға біздің ең соңғы имбаланс зонасына келіп жетті, және мына жерде ең соңғы өзінің артындағы ликвидностьті шешті. Енді манипуляция жасап, ары қарай дисплейсмент жасағанын күтеміз. Неке баға агрессивті түрде біздің минимумды бұзған болатын. Бұл бізде market structure shift болып саналады, себебі имбаланс бар, объемный свечалар бар, HTF зона бар, лимитный ордерымызды осы жерге орналастырып, стопты осы максимумға орналастырамыз, таргетімізді sell side ликвидностьіне қоямыз. Неке баға имбаланстан реакция алып, төменге қарай тағы жаңа бір дисплейсмент жасады. Неке жаңа бір дисплейсмент мына жерде бір емес бірнеше свечадан құралған. Осылайша біздің таргетімізге баға жеткен болады. Осымен сіздерге бұл тақырып түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және астыға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.